Бұл бейнеде Кавказдың қақ ортасында орналасқан, тарихы тас бөнден жазылған дастан іспетті кішкентай ел Армения туралы таңғажайып деректерді білесіз. Аты аңызға айналған Арарат тауы басқа елге тиесілі болса да, армян халқының жанында мақтаныш пен табандылықтың символы ретінде мәңгі тұрады. Бұл жер ежелден империялар тоғысқан, өркениет нұры мен соғыс қараңғылығын алып өткен жібек жолы өткен 9 жолдың торабы болды. Ғасырлар бойы Армения күшті болып қалды. Ол тасқа ғана емес, сонымен бірге естелікке, сенімге және адам төзімділігіне негізделген өркениет. Картада кішкентай болғанымен, мыңдаған жылдық тарихты арқалаған жерлер бар. Армения сондай орын. Шығыс Еуропа мен Батыс Азия тоғысында орналасқан Армения Республикасы асқақ Кавказ тауларындағы тыныш інжу маржан. Мұнда әр тау мен әр аңғар уақыттың тарихын баяндайды. Ел 4 көршімен шектеседі. Батыста Түркиямен, солтүстікте Грузиямен, шығыста Әзірбайжанмен және оңтүстікте Иранмен. Бұл стратегиялық орналасу Арменияны ежелден сауда, мәдениет және дін тоғысқан жер етті. Жалпы аумағы небәрі 29.743 шаршы шақырым. Және халқы тек 3 миллион адам болғанымен, Армения кішкентай болуы мүмкін, бірақ оның адамзат тарихындағы ізі орасан. Ежелгі жібек жолының бойында бұл жер саудагерлер, ғалымдар және ежелгі өркениеттер үшін аялдама болды. Мыңдаған жылдар соғыспен қалпына келтіруден өткен армян халқы өздерінің бірегейлігін, табанды, қайсар рухын және мәдениетіне, тіліне, дініне деген зор мақтанышын сақтап қалды. Кавказдың таулы ландшафты аясында Арменияның жай ғана ұлт емес, тарихи дүмпулер алдындағы өміршеңдік пен тұрақтылық символы екенін сезінуге болады. Арменияның бастауы біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші мыңжылдықта армян таулы қыратында Ван, Севан және Урмия көлдері аралығында гүлденген ежелгі Урарту патшалығымен байланысты. Урарту Кавказ аймағындағы алғашқы ұйымдасқан өркениеттердің бірі болды. Олар әсерлі бекіністер, суару жүйелерін салып, сына жазуларды қалдырды. Патшалық кейіннен армян бірегейлігін қалыптастыратын мәдени және аумақтық негіздерді қалады. Урарту құлдырағаннан кейін армяндар аймақтағы өздерінің ықпалын нығайтты. Және біздің заманымыздан алдын 6-шы ғасырда армян патшалығы құрылды. Билеушілер арасында империяны максималды дамуына жеткізген Ұлы Тигран ерекшеленеді. Оның билігі кезінде Армения Кавказ аймағынан Сирия, Месопотамия және Анатолия бөліктеріне дейін созылған аймақтық державаға айналды. Бұл кезеңде Тигранакерт астанасы Арменияның саяси, әскери және мәдени гүлденуін бейнелейтін космополиттік орталыққа айналды. Армения мерекелері елдің ұзақ тарихы мен діни сипатын көрсетеді. Рождество дәстүрлі түрде армян апостол шіркеуімен байланысты 6-шы қаңтарда тойланады. Пасха ең маңызды мерекелердің бірі. Ол ежелгі рәсімдермен және боялған жұмыртқалар мен ерекше нан сияқты дәстүрлі тағамдармен атап өтіледі. Тағы бір жарқын оқиға Вардавар немесе Вардавар, жазғы фестиваль. Оның барысында адамдар көшелерде бір-біріне су шашады.
Астхик құдаймен байланысты пұтпарастықтан шыққан бұл дәстүр кейіннен христиан дінімен қабылданды. Үйлену тойлары дәстүрлі костюмдермен, дөңгелек билермен, көчәрі, және дәстүрлі тағамдарға толы сәнді дастархандармен өтетін жарқын салтанаттар. Сондай-ақ мереке бағдарламасына әлемге әйгілі армян шараптары мен коньяктары кіреді. Армения экономикасы геосаяси қиындықтар мен тұрақты ұлттың өсу әлеуетінің арасындағы контрастпен сипатталады. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін кеңес жүйесінен нарықтық экономикаға өту Түркиямен және Әзірбайжанмен шекаралардың блокадасымен күрделенген қиындықтармен өтті. Дегенмен Армения өзінің жалпы ішкі өнімін қолдайтын стратегиялық секторларды дамытты. Елде тау-кен өнеркәсібі дамыған. Мыс, молибден және алтынға баса назар аударылады. Олар әртүрлі нарықтарға экспортталады. Ауыл шаруашылығы секторы белсенді дамуды жалғастыруда. Өрік пен анар сияқты жемістерді, сондай-ақ шарапты, әсіресе әлемдегі ең көне аймақтардың бірі болып саналатын Арени аймағында өндіреді. Армяндарға Арцах деген атпен белгілі таулы Қарабақ аймағы. Кавказдағы ең сезімтал және даулы аумақтардың бірі. Тарихи тұрғыдан негізінен этникалық армяндар қоныстанған, ол ежелгі заманда христиан сенімі мен мәдениетінің орталығы болған. Мұндағы монастырлар, шіркеулер мен бекіністер әлі күнге дейін жергілікті бірегейліктің символы болып табылады. Кеңес заманында аймақ Әзірбайжанға автономды облыс ретінде қосылды. Бұл ондаған жылдар бойы армяндар мен әзірбайжандар арасында шиеленіс туғызды. 1990 жылдардың басында Кеңес одағы ыдыраған кезде жергілікті армяндар Арцахтың тәуелсіздігін жариялады. Бұл мыңдаған адамның өмірін қиып, жүздеген мың босқынға әкелген қанды соғысқа ұласты. Арменияның қолдауына қарамастан, бұл аумақ халықаралық танылуды ешқашан алмады. Ресми түрде Әзірбайжанның бөлігі болып қала берді. Өткен жылдар ішінде қақтығыс бірнеше рет, әсіресе 2020 жылы бұрын Армения бақылаған аумақтардың бір бөлігінің жоғалуына әкеліп соқтырды. Бұл оқиғаның геосаяси салдары өте маңызды. Арцах жай ғана аумақтық мәселе емес, ұлттық бірегейлік пен мәдени аман қалу мәселесіне айналды. Бұл Кавказдың нәзіктігі мен саяси күрделілігін көрсетеді. Дадиванг және Ганзасар сияқты монастырлар, сондай-ақ тарихи ауылдар, дауларға байланысты үнемі қауіп төніп тұрған аймақтың армян мұрасын білдіреді. Армяндар үшін Арцах жай ғана география емес. Бұл олардың тарихы мен жанының ажырамас бөлігі. Әр тағам таулар мен табанды халықтың тарихын баяндайтын. Әлемге енгеніңізді елестетіңіз, бұл армян асханасы. География мен ғасырлар бойғы тарих қалыптастырған нәзік дәмдер үйлесімі. Таулар мен құнарлы аңғарлардан алынған, жаңа ингредиенттерге негізделген көкөністер мен дәнді дақылдардан етке дейін, жергілікті асхана жай ғана тамақ емес, сонымен бірге өмір мен мәдениетті көрсету тәсілі. Сіз жіберіп алмайтын ең дәстүрлі тағамдардың бірі харавац, армян кәуабы. Мұқият маринатталған және грильде шашлықтарда дайындалған хош иісті ет бөліктері, ауаны отбасылық кездесулер мен ежелгі мерекелерді еске түсіретін иістермен толтырады. Сонымен қатар, күріш пен дәмдеуіштермен толтырылған долма,
жүзім жапырақтары дайындаудың нәзіктігін көрсетеді. Бұл дәстүрлі асхана үшін бір уақытта керемет және символдық. Әр сапар аяқталады. Және біздің зерттеуіміз осы жерде аяқталады. Егер сіз Ресей, Өзбекстан, Бутан сияқты елдерді, немесе Вьетнам, Филиппин, Лаос, Таиланд сияқты оңтүстік шығыс Азияның кішкентай елдерін зерттеуді жалғастырғыңыз келсе, басқа елдер туралы көптеген қызықты нәрселерді білу үшін біздің арнамызға кіріңіз. Өйткені көп лайк жинаған бейнелер әрқашан басымдылыққа ие. Егер бұл бейне сізді қызықтырса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз және оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл біздің арнамыздың дамуына көмектеседі. Ал біз елдер туралы одан да қызықты және тартымды бейнелер жасаймыз. Енді қош, сау болыңыздар. Және келесі бейнелерде кездескенше. Шын жүректен рахмет. Және келесі кездескенше.